Nanga ciddiyetle belirtir misin o da? What? Вы на физику не смотрите, я духом сильный, понял? Yo, hello, Barıl'dan selam dostlar, sizlerle birlikte ben Antik. Benim Tigger'da подписчикimiz. Өте кереметті, прям жесткий видео түсіргім келіп отыр. Достар, мен бүгін 24 саат бойы қайыршы болатын боламын, яғни қазіргі кезде даңқ жатқан ютуберлерден, сондай ютуберлерден мен қазір ақша сұрайтын боламын. Енді сендерге бұл видео қызық болса, лайктарыңды басып, және менің арнама тіркеліп көмектесіп кетіңдер. Және де достар, бұл видеоны құр қарамай лайк басыңдар достар. Мен 3-ке сайым, сендер лайк басып үлгеріңдер достар. Ал 1, 2, 3. Достым, егер сен лайк басып арнама тіркелсең, саған үлкен рахмет айтамын, және де сен красавчиксің. Ал достар, біз видеомызға кеттік достар. Ал let's go. Достар, видео басында стоп. Егер де бұл видеода Клейфи, Шалкер, Денфи, Морни деген сияқты ютуберлер және де жақсы ютуберлер болмаса, достар, ренжімеңіздер. Достар, мен бұл видеоларды, яғни оларға мен влог түсетін кезде, яғни не істейтін боламын, және оларға прям істейтін боламын. Достар, осы видеоға жүзі лайк жейтін болғанда мен влог канал ашып, влог каналда міне видеоға түсетін боламын. Содан достар, тез менен влог каналында көргеніңіз келсе, осы видеоға ата аккаунтыңыз болсын. Достарға таратып жүргізіп ал осы видеоға. Видео бастамастан бұрын мен сендерге кереметте арна, яғни Эрактың арнасы ұсынамын. Бұл Эрак арнасында өте кереметті видеолар, және де алдағы уақытта кереметті сапалы видеолар шығады. Міндетті түрде тіркеліп қолдап кетеміз. Және де менен барып Онтиктен келдім деп жазып кетсеңіздер, ол өте қатты қуанып, және де колокольчик басып тіркелеміз. Яу, пацаны, мен видеоға кірін дауыстан жауап тастайын. Менде деген Нурсикқа жазатын сияқтымын. Қазір кірейін. Нурсик. Салам, Нурсик. Так, қалайсың дейкем. Аллаға шүкір жазамыз. Сенен бір нәрсе сұрасам бола ма дейк. Ол не істейді? Жауап береміз. Сұра дейді. Я. Мынанға жетпей жатыр. Бере тұрш дейсің ғой да. Және ол қазір маған не жауап берді екен? Қанша дейді? Хоть 100 теңге дейді. Так. Яу, пацаны, так. Ол маған примерно 20-30 минуттан бере аламын, но 100 теңге шықпайды, 60 теңге алады. Я просто похлопаю. Я, пацаны, Нурсик енді бергісі келіп тұр. Так, керек емесек. Сен видеодасың. Рахмет. Келіп тұр, онда саған 1000 теңге тауып берейін де видео болса дейді. Но это не точно. Пацаны, енді кеттік достар, let's go, кімге баратын боламыз, қазір тауып алатын боламыз. Сенен бір нәрсе сұрасам бола ма дейк. Пацаны, қазір жазған кезде, яғни Нариннен міне салам, Нарин, сенен бір нәрсе сұрасам бола ма? Я, айта бер, не жағдай деген сияқты сұрады. Және де қазір мен маған ақша керек еді, хоть 100 теңге бере алсың ба? Қанша деді? 100 теңге дедім. Ок, бересің бе? Я деді. Керек емес дедім. Бұл эксперимент дедім. Рахмет, сен видео жасын деп едім. И ол қойшы деген тип шоқты болып қалды да. И сосын мен оған плюс қойдым, не айтамды білмей қалдым ғой, сосын мен оған күлген сөз жібердім. И достар, міне осындай болды, я. Достар, келесі ютубер, яғни Пончиктің жазған сөздері. Достар, сіздер енді сопқа қойып жайлап оқып алсаңыздар болады. Я, достар, енді Пончик осындай сөздер қойдым. Енді
сен видеодасың деп айтайын. Енді достар, енді келесі ютубер, яғни мен зумаға қойған болатынмын. Енді зума осы видеоны түсіріп берген зума саған үлкен рахмет, прям жестко үлкен рахмет. Себебі достар, мен Redmi соткам сынып қалған болатын. Короче, ол сотканы ертең келесі айтатын боламын, яғни келесі видеода айтатын боламын. Сондықтан достар, бұл видеоны күтіңіздер. Және де достар, енді міне осы зумаға айтқан сөздер, және де Эмбоға, короче, келесі ютубер, яғни Эмбо деген ютубер, яғни Эмбоға да айтқан болатынмын. Және де достар, енді короче, Эмбо, сен де видеодасың. Короче, пацан, жайда осылай болды. Енді сіздерден, короче, осы видеоны лайктарыңызды басыңыздар, мен барынша қатты тырыстым. Және де достар, мен енді сендерге үлкен рахмет достар. Достар, енді сіздерге осы видеоны лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп, және де осы видеоға лайктарыңызды басыңыздар. Енді мен барынша тырыстым. Достар, енді келесі видеода, яғни Денфи деген сияқты мықты ютуберлерге, және де жас ютуберлерге тағы да осындай пранк жасайтын болсаңыздар, достар, осы видеоға 100 лайк жинап тастаңыздар. Сол кезде достар, мен влог каналымда, яғни осындай өте керемет пранктар жасайтын боламын. Сондықтан достар, сендер барынша арт аккаунттармен болсын, маманың, әкенің, папаның, әженің аккаунты болсын, лайк басып тіркеліп кетіңдер. Ал достар, сендермен болған мен 10 тек. Давайте достар, let's go.